Әлемде сыртқы келбетімен таң қалдыратын таңғажайып тұлғалар аз, бірақ олар әрқашан өзгелердің үлкен қызығушылығына ие. Бойы 2,5 метрден асатын адам және бойына байланысты қозғала алмайтын қыз. Ең үлкен қолдары бар ер адам, аяқтары ұзын қыз және алыптарға арналған чемпионат. Бұл адамдардың барлығы бүкіл планетаны таңғалдырған. Олардың басқаларға ұқсамайтыны, қалай өмір сүретіні, бақытты екенін көру әрқашанда қызықты. Зер салып қарасаңыз, олар сізді де таңғалдыратыны сөзсіз. Бұл шығарылымда мен сіздерге қазіргі таңдағы ең алып адамдарды көрсетемін. Армысыздар достар, бұл Асия Деректив арнасы. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Егер бейне ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Румейса Гегли Түркияда дүниеге келген. Әлемдегі ең ұзын қыз болып саналады. Оның бойы 215 сантиметр. Сонымен қатар бұл қыз басқа да рекордтармен мақтана алады. Әйелдің қолдары өте ұзын. Оның қолы 24 сантиметр. Ал ең ұзын ортаңғы саусақтары 11 сантиметр. Арқасының өлшемі шамамен 65 сантиметр. Румейсаға кинетикалық синдромның әсерінен осындай ерекшелік берілген. Бұл сирек синдром кенеттен шамадан тыс өсумен және басқа да асқынулармен сипатталады. Оған мысал ретінде алатын болсақ, оның дауысы өте жаман. Ол көптеген уақытын инвалидтерге арналған арбада өткізеді. Жүргісі келетін болса, тек бір нәрсені ұстап, аз уақыт қана жүре алады. Румейсаның күнделікті өмірінде де қиындықтар жеткілікті. Мысалы, Румейсаға кез келген көлікте жүру өте қиын. Алайда өткен жылдың қарашасында ол алғаш рет ұшақпен ұшты. Ұшақтың ішінде артық қимылсыз жатты. Ең қызығы, ол үшін арнайы ұшақтан 6 қатар орын алып тасталды. Цзэн Цзиньлян қазіргі таңға дейін ең танымал рекордшылардың бірі. Ол тарихта ең ұзын әйел ретінде қалды. Зерттеу бойынша тарихта одан да ұзын бойлы қыздар болмаған. Оның бойы 248 сантиметр. Цзэн 1964 жылы дүниеге келген. Ол өзінің таңғажайып өсуімен, бойының өлшемімен ерекшелене бастады. Нәресте кезінде бойы жарты метрден асатын. Ал 13 жаста оның бойы 2 метр болды. Оның рекордтық деңгейі 17 жасында 248 сантиметрге жетті. Содан кейін оның бойының өсуі тоқтап қалды. Дәрігерлердің зерттеуі бойынша оның омыртқаларының саны артық. Ол 17 жасында еңкейіп жүре бастайды. Содан кейін оның бойы өспей қалды. Кейбіреулер ол егер түзелсе, тік жүрсе, ол міндетті түрде 2,5 метрден асып кететін еді дейді. Өкінішке орай, осындай ұзын бойымен қыз ұзақ өмір сүрмеді. Ол тек 17 жасқа дейін ғана өмір сүрді. Ең ұзын ер адам бойынша Гиннестің рекордтар кітабына сәйкес Роберт Уодлоу тарихтағы ең ұзын адам. Оның бойын естігенде адамдар бұл ақпаратқа сенбейді, бірақ оның бойының өлшемі 272 сантиметр. Яғни ол бізден 1 метрге жоғары. Оның салмағы да өте көп. Салмағы 200 килограммға жуық. Бірақ Роберт семіз көрінбейді. Ұзын бой үшін мұндай салмақ қалыпты. Робертті өзі туылған қаласында оны Уэлтон гиганты деп атайды. Ол 4 жасқа дейін мүлдем қарапайым бала болды. Бірақ кейін ол шектен тыс өсе бастады. Роберттің бойы 8 жасында 188 сантиметрге өсті. Ал 10 жасында бойы 2 метрге жуық болды. 21 жасында оның бойы 262 сантиметр, ал салмағы 223 килограмм болды. Бірақ бір жылдан кейін ол аздап арықтады. Сонымен бірге тағы 10 сантиметрге өсті. Бұның себебі Роберт белгілі бір өсу ауруымен ауырған болатын. Соның себебінен Роберт өсуді тоқтата алмады. Ол тек бойымен ғана емес, аяғының өлшемі бойынша да рекорд орнатты. Оның аяғының өлшемі 75 болды. Роберттің қолдары да өте үлкен. Саусақтары 32 сантиметрден асты. Мына видеоны тоқтатып, оның қолдарын өлшеп көрсеңіз, оның қолдары қаншалықты үлкен екенін түсінесіз. Роберттің үлкен денесі оған тек танымалдылық қана әкеліп қоймай, ол 22 жасында осы аурудан қайтыс болды. Ең қызығы, тарихтағы ең үлкен адам қайтыс болғаннан кейін, оның ескерткіші де әдеттегіден 2 есеге үлкен болып жасалды.
Түркия тағы бір мега рекордшымен мақтана алады. Өздеріңіз болжап отырғандай, Сұлтан Кесен қазіргі уақытта ең ұзын адам болып табылады. Оның бойы 251 сантиметр. Бірақ қазір жасы 40-қа келген ұзын бойлы Сұлтанның ісігі бар. Ол 10 жасында тез өсе бастады. Бақытымызға орай 28 жасында Сұлтанның ісігіне дәрігерлер көмектесті. Оның бойының өсуі тоқтап қалды. Ол қажет ем қабылдағаннан кейін көптеген аурулардан құтқарылды. Әрине Сұлтанның келбеті әдемі көрінбейді. Бірақ әдеттегідей алыптардың көбінде өзіне тән кемшілігі болады. Ол да көптеген алыптар сияқты өте төмен дауыспен сөйлейді. Оның дауысы кейде мүлдем түсініксіз, және ол тек мүгедектер таяғымен қозғала алады. Оның қарапайым көлікке отыруы мүмкін емес. Өзіне шақ киім алу немесе ыңғайлы аяқ киім табу өте қиын. Сонымен қатар Сұлтан өзінің ұзын бойына байланысты орта мектепті бітіре алмай, амалсыз фермерлікпен айналысуға мәжбүр болды. Бірақ бұл жағынан Сұлтанның керісінше артықшылығы бар. Өйткені ол бақшадағы биік ағаштармен оңай жұмыс істей алады. Кез келген шамдарды оңай ауыстыра алады. Алда мен сіздерге тек бойы ұзын адамдармен тоқталып қалмай, әдеттен тыс ерекшеліктері бар басқа да адамдарды көрсетемін. Мұхаммед және Худа Шехата Египетте дүниеге келген бауырлар. Олардың 5 рекорды бар. Сондықтан да бұл адамдарды ерекше деп атауға болады. Біріншіден, олардың бойы көзге түседі. Және екеуі де өте арық. Олардың бойын қосқанда олар 414 сантиметрге жетеді. Бұл бауырлар көптеген адамдар үшін өте қызықты. Мысалы, Мұхаммед әлемдегі ең үлкен қолмен рекорд жасады. Оның сол қолы білегінен ортаңғы саусағының ұшына дейінгі ұзындығы 31 сантиметр. Диаметрі үлкен ас табақпен бірдей. Толықтай екі қолын ашса, ұзындығы 250 сантиметрге жетеді. Оның әпкесі де Гиннестің рекордтар кітабын бағындырды. Біріншіден, оның аяқтары үлкен. Оның саусақтары 33 сантиметрден асады. Ал екі қолының ұзындығы 236 сантиметр. Бұл рекордтарды ол өздерінің табиғаты, генетикасы арқылы жаңартуда. Мұхаммед пен Худаның тарихта қалу үшін оның бойлары да жеткілікті. Рекордтар тек қолдар, аяқтар, бойлар ғана емес, тіпті бас болуы мүмкін. Келесі рекордшы басының таңғажайып өлшемімен таңғалдырды. Ең қызығы, ол рекордшылардың ең жас қатысушысы болып табылады. Ол нәрестелік кезінде ақ рекордты жаңартты. Ол өмірінің алғашқы күндерінен бастап белгілі бір аурудан зардап шеккен. Біз Үндістандағы Маритут Жайдас есімді бала туралы айтып отырмыз. Ол ауыратын ауру мидың тамшылары деп аталады. Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл сұйықтықтың басына жиналуы. Фотодан бұл сұйықтықтың мида болатыны анық көрінеді. Дәлірек айтқанда, оның басында 4 литрге жуық артық сұйықтық бар. Оның басының өлшемі өте үлкен. Бір қарағанда ол өзге ғаламшарлыққа ұқсап кетеді. Әрі ерекше және қорқынышты болып көрінеді. Бірақ бұл оқиғаның соңы жақсы аяқталды. Дәрігерлер оның басынан артық сұйықтықты алып тастап, содан кейін оны емдеу курсына жіберді. Нәтижесінде ол бірнеше жылдан кейін толық қалпына келтірілді. Содан бері ол кәдімгі ешқандай аурусыз қалыпты бала болып өмір сүруде. Мортеза Мехерзад әдетте үлкен биіктік рекордшыларға пайда әкелмейді және оларға көптеген қолайсыздықтар тудырады. Бірақ Мортезаның жағдайы ерекшелігіне байланысты сәл өзгеше. Ол бірнеше рет чемпион болды. Бұл Иран еліндегі ең ұзын адам. Сонымен қатар тарихтағы ең ұзын отырып ойнайтын волейбол жарысының чемпионы. Бұл ойын волейбол сияқты, тек тор төмен ілініп тұрады және аяқтарында ақау бар адамдар сол жерде отырып ойнайды. Мортеза сол ойынды ойнайды, өйткені оның оң аяғы сол жақ аяғынан 15 сантиметрге қысқа. Сонымен қатар ол акромалгия деген аурумен ауырады. Оның бойы 246 сантиметр. 2016 жылы Риода өткен Олимпиада ойындарында 2 рет жеңіске жетті. Бірақ Мортеза ойын алаңының сыртында аяқпен жүруге қатты қиналады. Тағы да ерекше бойымен рекордты жаңартқан спортшы. Ол қызыл командада ойнап жатқан қыз. Ол кәсіби спортшы емес, тек бойының арқасында ғана волейболды жақсы ойнайды. Бұл ақш-та дүниеге келген
Маки Карен. Ол әлемдегі ең ұзын қыздардың бірі. Бойы 208 сантиметр. Оның басты ерекшелігі аяқтары. Оның аяқтарының ұзындығы 135 сантиметр. Ол әлемдегі ең ұзын аяқ иегерлерінің бірі. Қазір жасы 20-да. Сондықтан ол тағы өсіп, бәсекелестерін басып озуына мүмкіндігі бар. Оның басқалардан айырмашылығы Маки алып болғанымен ол ештеңемен ауырмайды. Ол генетикалық жағынан өзін бақытсыз сезінеді және оған көлікке отыру, өзіне киім таңдау өте қиын. Сонымен қатар оны мектепте жиі қорлап мазақ етеді. Ең бастысы, ол жағдайдың бәрі артта қалған. Маки өзін мазақ ететін адамдарға алаңдауды әлде қашан қойған. Джейсон Эрнандес. Бұл жігіттің де ерекшелігі оның аяғында. Оның аяғы бүкіл әлемдегі ең ұзын аяқ болып саналды. Бұл тұрғыда ол Түркиядағы Алпауыт Сұлтанды да жеңді. Оның аяғының өлшемі 40 сантиметрден асып кеткен, ал оның аяқ киімінің өлшемі 57. Джейсон Эрнандес бала кезінен өзінің аяғы ерекше екенін білетін. 14 жасында рекорд орнатуға мүмкіндігі бар екенін түсінді. Джейсон да өзінің ерекшелігіне толығымен риза емес. Мысалы, ол кәдімгі дүкеннен аяқ киім сатып ала алмайды, тек тапсырыспен жасатады. Бұрын көбіне ол өзіне қолайлы аяқ киім таба алмағандықтан, ол жиі жалаң аяқ жүруге немесе ескі матадан жасалған аяқ киімдер киюге мәжбүр болатын. Бірақ қазір Джейсонда мұндай қажеттілік жоқ. Сондықтан Джейсон өзінің рекорды мен өмірінен ләззат алуда. Сіздерде де осындай бір ерекшелік бар ма? Аяқ киіміңіздің өлшемі неше? Немесе қолдарыңыздың саусақтарының ұзындығын өлшеп көрдіңіз бе? Астына өз пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар. Әлемді таңғалдырған бұл адамдар ұнаса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Егер арнама алғаш кірген болсаңыз, қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше, сіздермен болған Әсия.